Сәлем достар, гүлдер әлеміне қош келдіңіздер. Бүгін міне петуния атты гүлді көрсетемін. Бұл петуния жаңа петуния емес, ампельная петуния. Міне көріп тұрғаныңыздай жан жақтарында шығып жатыр міне. Яғни бұл ампельная петуния дегеніміз үлкен 5 литр горшокке егесіз жаздың күні, немесе жерге еккен келіспейді. Горшок болсын, мысалы үлкен объемный ыдыс болса да биіктеу, соған ексеңіздер, бұл бетіп төгіліп тұрады. Өзім бірінші тектім. Яғни бұл мынандай пачкаде Гавриштің петуния ампельная, міне алқызыл түсті. Суреттегіде көріңіздер, дәлме-дәл, яғни келеді. Қайталап тұр десек те болады, және сол үшін мен өте қуаныштымын. Бұл пачкасында 10 семена болады. Ол 10 семенаның шамалысы шығады десек те болады. Тағы не айтсам болады. Бұл петуния мен тағы да пурпурный цвет деген, яғни қою қызғылт түсіне бірге еккем. Ол мен бұны аударып алып, мен барынша аман алып қалғандасы, сол рахмет айтып жатыр десек те болады. Міне көріп тұрғаныңыздай гүлдеп. Январдың аяғы, февраль, яғни ақпан айының бас жағында мен контейнерге ектім. Топырақтың бетіне су шашып, барлығы дрожжированный болып келеді, көрініп тұрады семенасы. Сол дрожжосын ертіп, суын шашып, бетке жылы жерге, ыссы жерге қойдым. Басында өте қиын болады өсіру, ауырады, кептіріп аламыз деген сияқты. Дегенмен де бәріне шыдап, міне гүлдегеніне дейін жетіп отыр. Бұл жерде міне көріп тұрғаныңыздай бас жағын прищипать еттім, мына жерден прищипать еттім. Неге дейсіздер, себебі жанынан тағы да өссін деп гүлін алып тастаған болатырмын мына жерден. Дегенмен де ол қайттан гүлдеп жатыр. Енді осы жолы гүлді алмай-ақ қояйын деп шештім. Себебі үстіне гүлдеп жатыр, міне көріп тұрғаныңыздай. Мына жерде гүл, міне гүл, міне гүл. Гүлі өте көп. Жазда әдемі болатынына сенімім зор. Жалғыз бұл ғана емес, көптеген гүлдер ектім. Олардың барлығын міндетті түрде түсіндіремін, көрсетемін десем де болады. Қазіргі кезде кішкентай ыдыстай өсіліп тұр. Үлкен ыдысқа егетінде мен қазір жер жоқ менде. Сол себепті кішкентай ыдыс горшокта тұр. Үй гүл сияқты болып та тұр, әдемі, өте жақсы. Мына жерде міне арам шөптер шығып жатыр, ол ештеңе етпес. Себебі топырағым, яғни өзімнің көп жылдық, 2-3 жылдық көң десең болады, сол көңді салғам. Судан шыққан нелер, арам шөптер. Топырақты қалай дайындау екен, оны да бөлек видеода көрсетемін. Каналға жазылайық, лайк басайық, қоңыраушаны басайық. Келесі видеоларды білу үшін. Сау болыңыздар.